Сәлем достар, сіздер де 13 саннан қорқасыздар ма? Адамзаттың бойында аталмыш саннан қорқу сезімі осыдан 2 ғасыр бұрын пайда болыпты. Психолог мамандар бұл күннің трагедиялық істерге душар болуына қатыстылығын жолын айтады. Ал социологтардың зерттеуінше Еуропадағы әрбір 4-ші адам 13 саннан қорқатын көрінеді. Және осыдан тура 34 жыл бұрын 13 сәуір күні 13:13-те кеткен америкалық НАСА ғарыш агенттігі Аполло 13 ғарыш кемесін айғақтандырған болатын. Аталмыш кеме жерден 330 мың шақырым биіктікке көтерілгендегі жарылыс болып, ішіндегі 3 ғарышкер әрең аман қалған. Содан бастап НАСА агенттігі 13 санын сақтықпен қарайтын болған екен. Әрине бұл күн кейбір жандар үшін тылсым дүниелерге толы болса да, енді бір үшін жай ғана күн болып саналады. Адамдардың бұл күнді бір жоспары іспей қалса, оның бәрін осы саннан көреді екен. Ал христиан дінінің теологтары оны трискайдеофория ауруы деп атап кетіпті. Әйтсе де аталмыш санға назар аударарлықтай жайттар жетіп артады. Мәселен, германиялық демоскопиялық институтының жүргізген сауалнамасы нәтижесінде неміс халқының 25% күнтізбедегі 13 саннан қорқатынын айтты. Тіпті кейбір жыл мезгіліне қарамастан әр айдың 13 күндері көңіл-күйлері түсіп, қан қысымы көтерілетінін айтты. Ал Ұлыбританияда бұл күн ауруханаға түсетін науқастардың саны әдеттегіден 2 есеге өседі екен. Сондай-ақ 13 санынан қорқатындар француздар 14 қонақ деген термин ойлап қалыпты. Жиналғандардың 13 адам болып қалса, тағы бір адамды жалғады деген. Бүгінгі видео осы 13 санның құпиясы. Видеоны лайк басыңыз және арнаға жазылып қоңырау